Amana Rasulunun артықчылығы. Amana Rasulu бұл Бақара сүресінің ең ақырқы 2 аяты. Бұл 2 құтты аятта Аллах Тааланың бұйрығына толық бас иген момын мұсылмандар, алардың чыншылдығы, аларға берілген жеңілдіктер жана алардың чын ықластан қылған дуалары жөнінде кеп қозғалады. Айтылу Мираж түні Азирети пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам, Азирети Жабраил алейхиссалам періштесіз түзден түз Аллах Таала тарауынан вахи болған бұл 2 аяттың артықчылығы жөнінде да құтты хадистерде байма-бай ескеріліп, аны ардайым оқып жүру керектігі айтылған. Азирети пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтқандай, бұл 2 құтты аят арштың алдынан беріліп, өзінен мұрда еш бір пайғамбарға мындай сый көрсетілген емес. Бұл 2 аят Азирети пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам ыры олынған 2 нұрдың бірісі, екіншісі Фатиха сүресі.